Сіз өз денеңізді күн сайын іштей өлтіріп жатқаныңызды білесіз бе? Көпшілік адамдар таңертең ұйқыдан тұра сала, аш қарынға кофе, қою шай немесе тәтті шырын ішеді. Бұл оянбаған ағза үшін нағыз террор. Сіз өз тамырларыңызды қою қанмен қинап, бүйрегіңіз бен бауырыңызды демалыссыз жұмыс істетуге мәжбүрлеп жатырсыз. Көп адамдардың таңертең басы ауырып, күні бойы шаршап жүруінің басты себебі де осы таңғы қателік. Бірақ бүгіннен бастап бәрі өзгереді. Мен Мирас Ерланұлы. Бүгін сізге бар болғаны 30 секунд уақытыңызды алатын, бір тиынға тұрмайтын, бірақ адамдардың 99%-ы ешқашан жасамайтын бір әрекет туралы айтамын. Таңертең кофе емес, шырын емес, тіпті салқын су да емес, тек бір стақан жылы су. Дәл қазір мен сізге осы қарапайым таңдауды жасағанда, денеңізде 1 минут өткен соң қандай революция басталатынын көрсетемін. Осы видеодан кейін сіз таңертеңді ешқашан бұрынғыдай бастай алмайсыз. Түнде сіз ұйықтағаныңызбен денеңіз жұмысын тоқтатпайды. Денеңіз терлейді, тыныс алады, ыдырау өнімдерін шығарады. Осы сағаттарда ағза 300-ден 700 миллилитрге дейін, яғни 1 литрге жуық су жоғалтады. Нәтижесінде қаныңыз түн ішінде 20-25%-ға дейін қоюланады. Елестетіңізші, ағып жатқан өзен түнде батпаққа айналды. Эритроциттер бір-біріне жабыса бастайды. Медицинада мұны слаш феномен деп атайды. Шашыңыздан да жіңішке капиллярлар арқылы қан ұйымдары тромбтар өте алмай қиналып қалады. Егер осындай ұйма тамырды бітесе, оның артындағы тіндерге оттегі баруын тоқтатады. Бұл мидың капилляры болса микроинсульт, жүректе болса микроинфаркт. Сіз оны байқамауыңыз мүмкін, бірақ жасушалар қайтымсыз жойылды. Дәл осы себептен жедел жүрек қан тамыр оқиғаларының 60%-ы таңертеңгі ерте сағаттарда болады. Күні бойы емес, кешке емес, дәл осы таңғы асты ішпеген, қаныңыз қоюланып тұрған сәтте орын алады. Неге суық емес, дәл жылы су? Себебі дене температурасына жақын сұйықтық суық суға қарағанда 3 есе тез сіңеді. Суық су бұл ағза үшін стресс. Денеңіз оны сіңірмес бұрын алдымен жылыту үшін энергия жұмсайды. Ал жылы су бар болғаны 5 минутта қанға өтеді. Содан кейін нағыз сиқыр басталады. Түнде жабысып қалған эритроциттер бір-бірінен ажырап, қан ағыны жылдамдайды. Небәрі 10 минуттың ішінде қаныңыздың сұйықтығы 20%-ға қалпына келеді. Ешқандай таблеткасыз, аспиринсіз. Қан сұйық болса, жүрекке оны айдау жеңілдейді. Нәтижесінде таңертеңгі қан қысымыңыз секірмейді. Жүрек бұлшықетіне түсетін ауыр жүктеме азаяды. Адамдардың көпшілігі таңертеңде асқазан бос деп ойлайды. Жоқ, түнде онда шырыш, фермент қалдықтары және тамақсыз болса да бүкіл түн өндірілген асқазан қышқылы жиналды. Таңертең ештеңе ішпесеңіз, бұл қышқыл асқазан қабырғасын жеңіл-жеңіл жейді. Күн сайын, жылдар бойы. Дұрыс тамақтанатын сияқты адамдарда гастрит осылайша дамиды. Жылы су қышқыл ортаны жұмсақ сұйылтады. Қабырғаларды шайып, шырышты кетіреді. Содан кейін су ішекке жетеді. Мұнда гастроколдық рефлекс деп атайтын процесс іске қосылады. Жылы сұйықтық ас қорыту жолының жоғарғы бөліміне түскенде толқынды сигналды төмен жібереді. Ішек қабырғалары ырғақты жиырыла бастайды. Перистальтика толық қуатта іске қосылады. Бұл неге маңызды? Осы таңертеңгі іске қосусыз түнде жиналған қоқыс, токсиндер, өлі жасушалар ішінде қалады. Соңғы деректер бойынша 50-ден асқан адамдардың 70%-ында ішек өткізгіштерінің белгілі бір дәрежесі бар. Және ішек тек қорыту мүшесі емес. Серотониннің, бақыт гормонының 95%-ы дәл осында өндіріледі. Жылы су ішек қабатын тазалағанда миға сигнал барады. Бәрі жақсы. Кортизол деңгейі азая бастайды. Сіз әлі ештеңе жасамадыңыз, бірақ дене түнгі дабыл режимнен шыға бастады. Түнде, сағат түнгі 1-ден 3-ге дейін ағзада негізгі тазалану циклі жүреді. Бауыр күні бойы жиналған бүкіл шлак пен токсиндарды, дәрі-дәрмек қалдықтарын, белоктардың ыдырау өнімдерін және пайдаланылған гормондарды сұрыптап, бейтараптайды. Таңертеңге қарай бұл химиялық қалдықтар буып түйіліп, сыртқа шығуға дайын тұрады. Бірақ оларды ағзадан шығару үшін тасымал керек. Яғни токсиндерді ілестіріп, бүйрек пен ішекке жеткізетін су қажет. Ал көпшілік не істейді? Олар кофе ішеді. Кофеин бүйректі сұйықтықты сыртқа айдауға мәжбүрлейтін күшті диуретик. Ағзада онсыз да су жетіспей тұрғанда сіз барынан айырасыз. Нәтижесінде сыртқа шығуға дайын тұрған токсиндер денеде қалып қойып, қайтадан қанға тарайды. Биохимиктердің есебі бойынша, аш қарынға ішілген 1 стақан жылы су таңертеңгі детоксикацияны 30%-ға тездетеді. Бұл бауырыңызға берген ең үлкен көмегіңіз.
Енді лимфа жүйесіне тоқталайық. Бұл әрбір жасушадан қоқыс жинайтын, біздің көзге көрінбейтін кәріз жүйеміз. Лимфаның жеке сорғысы жүрегі жоқ. Ол тек бұлшыққа жиырылуы, тыныс алу және тіндердегі сұйықтық қысым арқылы ғана қозғалады. Түнде сіз қозғалмай жатасыз. Бұлшық еттер босаңсыған, лимфа дерлік тоқтап қалады. Сондықтан таңертең бетіңіз ісіп, саусақтарыңыз қабарып, қабақтарыңыз ауырлап тұрады. Бұл нашар генетика, немесе кеше тұзды жегеннен емес. Бұл лимфаның тұрып қалуы застой болады. Бір стақан жылы су ішкі қысымды арттырып, лимфаға серпіліс береді. Ол қозғала бастайды. Ісіну бірден кетпесе де 30 минуттан соң нәтижесін береді. Егер мұны күн сайын әдетке айналдырсаңыз, небәрі 3 аптадан кейін айнадағы бет әлпетіңізді танымай қаласыз. Теріңіз тазарып, нұрлана бастайды. Миыңыз 75-80% судан тұрады. Таңертеңде ол 1,5-2% су жоғалтса, жұмыс жады 15% азаяды. Реакция жылдамдығы 10-12%-ға баяулайды. Таңертеңгі жылы су мидың жұмыс ортасын қалпына келтіреді. Айырма 5 минутта сезіледі. Омыртқаралық дискілер күні бойы жүктемеден өзінің биіктігінің 20%-ын жоғалтады. Түнде жүктеме жоқ кезде олар айналасындағы тіндерден сұйықтықты сіміріп қалпына келеді. Бірақ тіндердегі сұйықтық жетіспесе, дискілерге сіміретін ештеңе жоқ. Күн сайын азайып, жылдан жылға грыжалар мен созылмалы арқа ауруы осылайша пайда болады. Буын сұйықтығы 80% судан тұрады. Бір стақан жылы су дискілер мен буындарды таңертеңгі қалпына келу үшін материалмен қамтамасыз етеді. Таңертеңгі қаттылық 3-5 күнде кете бастайды. Таңертең бір стақан жылы суды дұрыс ішу ережесі. Судың температурасы 36-дан 40 градусқа дейін. 34 градустан төмен болса, тамыр спазмы болады. 42-ден жоғары қабыну қаупі бар. Қайнаған су емес, мөлшері 200-250 мл. Кәдімгі су ішетін стақан. Салмағыңыз 80 килограммнан артық болса, 300 мл-ге дейін ішуге. 350 мл-ден артық емес. Ұсақ ұрттармен стақанды 1,5-2 минутқа созыңыз. Ұрттаған соң 3-4 секунд үзіліс, соған кейін тағы ұрттайсыз. Оянған соң бірден ішесіз. 30 минуттан кейін таңғы асты ішуге болады. Түнде ағза 700 мл-ге дейін су жоғалтты. Қан 20-25%-ға қоюланды. Және бір стақан жылы су 7-10 минутта осының бәрін реттейді. 30 күн сынап көріңіз. Бір айдан кейін комментарийге жазыңыз. Не болды? Дәрігер Мирас каналына жазылыңыз. Сау болыңыздар.